мына жерге кіріп мына сілтеменің үстінен басасыздар. Үстінен басып регистрацияға өтетін боламыз. Бірінші біз регистрацияны осы жерден өтеміз, верификацияны біз бірақ басқа жерден өтетін боламыз. Регистрация по телефону басамыз. Мына жерге сіздер номер телефонын, егер номер телефонмен тіркелетін болсаңыз, мына жерге өзіңіздің номерін жазасыз да, төменгі жаққа өзіңіз пароль табасыз. ID реферал деген жерге ештеңе жазбайсыз. Ана кнопканы, галочканы басып, ары қарай жалғастыра бересіздер. Тура сол сияқты электронды почта ешқандай айырмашылық жоқ, екеуі екі түрлі. Мен почтамен тіркеуді көрсететін боламын. Төменгі жаққа пароль табасыздар. Создание деген личный аккаунт деген басамыз, сохранить пароль. Сіздің почтаңызға код келді, немесе сіздің номеріңізге код келеді. Міне достар, біздің почтамызға сообщение келді Binance'дан. Мына кодты көшіріп аласыздар, скопировать и мына жерге қоясыз. Ставить, отправить кнопкасын бастым. Міне достар, енді сіздер регистрациядан өттіңіздер. Верификациядан өту үшін мына жерден шығамыз да, телефонымызға Apple'дан, App Store'дан немесе Android'дан сіздер өздеріңізге Binance биржасының приложение жазып аласыз. Менің приложение менде бар, міне. Мына сар приложение, осы Binance биржасы приложение жазып аласыздар да, осы жерден верификацияны өтесіздер. Достар, біз қазір енді сіздермен верификацияны өтеміз. Ол үшін Binance деген приложение кіреміз. Бірде мына жерде войти деген кнопка тұр, соны басамыз. Жаңа өзіңіз ойлап тапқан почтаңызды жазасыздар. Пароль жазамыз. Паролін сіздер білесіздер, үлкен әріппен жазасыздар. Өйткені біз үлкен әріппен қойдық жаңа парольді. Войти кнопкасын басамыз. Суретті плазманы орнына қоямыз. Міне. Сохранить пароль. Сіздің почтаңызға код келу керек. Код келу үшін получить код деген кнопканы басамыз. Міне код кетті. Енді мына жаққа кіріп, приложение Gmail'ға кіріп кодты аламыз. Міне тағы да код келді. Көрдіңіздер, осын басып, мына кодты көшіріп аласыздар. Binance биржасының приложениесіне кіреміз. Мына жерге ставить етеміз. Отправить. Регистрация міне өттік, кірдік аккаунтымызға. Енді біз не істейміз? Сол жақтан адам сурет тұр, соның үстінен басасыздар. Мына жерде Binance Lite дегенді Pro версияға ауыстырасыз. Одан кейін аккаунт үстінен тағы да басып, Inverify деген кнопканы басасыз. Осыны басу арқылы сіз верификацияны өтесіз. Окей деген кнопканы басамыз. Мына жерде сұрап тұрған барлық ақпараттар толтырамыз и начать деген кнопканы басамыз. Гражданство Қазақстан. Имя өзіңіз атыңыз жазасыз. Мысалы, Мейірман, фамилия Төленбай. Барлығы сіздің документіңіздегімен бірдей болу керек. Отчество барлығы бірдей болу керек. Мына жерге туылған күн жазасыздар. Продолжить. Адрес проживания дегенге, мысалы, көшені жазсаңыз болады. Кез келген көше. Өзіңіздің қай жерде тұрасыз, сол көшенің атын жазыңыздар. Почтовый индекс дегенге Алматыны жазсаңыздар болады, немесе өзіңіздің қалаңыз күн. Оны қайдан аласыздар? Google-ға іздейсіздер. Мысалы, Қызылорда почтовый индекс десеңіз сол жерден шығады. Алматыныкі мынандай. Город Алматы. Готово. Продолжить. Енді біз мына жерде таңдасаңыздар паспортпен немесе удостоверениемен қосылсаңыздар болады. Ең оңайы удостоверение таңдаймыз. Продолжить. Продолжить. Мына жерге бірінші жерге сіз өзіңіздің удостоверение суретіңіздің качественный суретін қоясыз. Мына жерге достар өздеріңіздің фотоңыздың алдын және артын суретке түсіріп жібересіздер. Продолжить кнопкасын батамыз. Документ загружен. Продолжить. Енді өзіңіздің сол адам екеніңізді растайсыз. Өзіңізді фотоға түсіресіз. Продолжить кнопкасын басасыз. Өзіңіздің фотоңызды түсіріп жібергеннен кейін начать проверку дейсіз. Сурет өзіңіздің камера қарап өзіңізді растайсыз. Осымен сіз верификацияға запрос жібердіңіз. Ответі 5-10 минутта келеді. Ответіні сіз өзіңіздің почтаңызға келеді, сол жерден көре аласыздар. Одан кейін сіздер өткен өтпегеніңізді білу үшін қазір қалай тексеру керектігін көрсетемін. Достар, өзіңіздің верификацияны өткеніңізді білу үшін міне жоғары жақта, оң жақта жасыл галочканы көрдіңіз ғой. Егер өтсеңіз жасыл галочка тұрады, егер өтпесеңіз қызыл болып тұрады. Сол үшін қайтадан өтсеңіз сізге верификацияны міндетті түрде өткізу керек.